Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өзімнің инстаграмда айтқандағыдай Қазақстанда ең төмен пайызбен берілетін несиелердің бірі туралы айтқым келеді. Мұндай несиені алу үшін сізде міндетті түрде жақсы кредиттік дайық және де ресми табыс болуы қажет. Сондай жағдайда сіздер осы кредитті алуға мүмкіндіктеріңіз мол болатын болады. Ол үшін осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Қазір мен сіздерге пошаговый, яғни рет-ретімен көрсететін боламын, қалай жасау керектігін. Ол үшін мына жерде экранға назар аударыңыздар. Мінекей. Мына жерде экранға назар аударатын болсаңыздар, бұл несиені негізі Forte банкпен береді. Максималды сумма 8 миллион теңгеге дейін, срок 5 жылға дейін және ставка 17%-ден басталады. 17% деген бұл өте аз пайыздардың бірі, өйткені Қазақстандағы стандартты несие 26%-дан басталынады. Енді мына жерде сіздерге калькулятормен есептеп көрсетейін. Егер сіздер максималды 8 миллион теңге алатын болсаңыздар, мына жерде 5 жылға, яғни 60 айға сіздерде 220 мың теңге шығады, айлық есептік көрсеткіш. Бірақ мен инстаграмда жазған кезде 8 жылға алатын болсаңыздар, ай сайынғы төлем 198 мың теңге болады деп айтқан болатын. Енді бұл жерде қарасаңыздар, мына калькулятор сізге автоматты түрде 22%-бен есептеп тұр, ал сіздерге мен инстаграмда айтқан кезде онда небәрі 17%-ды құраған. Яғни осы 22%-дан 17%-ға дейін қалай түсіреміз? 17%-бен несие алу үшін бұл банктен сіз онда өзіңіздің, жаңа басында айттым ғой, ресми табысыңыз бар ғой, сол ресми табысты сізге, яғни зарплатаңызды Forte банктен алу керек. Сол кезде мінекей галочканы бассақ, ай сайынғы төлем небәрі 198 мың теңгені құрайтын болады. Яғни 8 миллион теңге алсаңыздар, 5 жылға ай сайынғы төлем 198 мың теңгені құрайды. Сол сияқты 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға, 4 жылға алуға болады. Ал енді мұқият қараңыздар, сіздерге ресми табыс кемінде, мына жерде қолға алатын сумаңыз кемінде бұл жерде 400 мың теңге болу керек. Сол кезде сізге бұл несиені одобрить етеді. Және сонымен қоса міндетті түрде бұл кредит алған кезде сіздің жаңа кредитный историяңызда, оның үстіне кредитная нагрузкаңызға қарайтын болады. Егер нагрузкаңыз көп болса, онда әрине олар бұдан аз сумма береді. Мысалы 4 миллион теңге беріп қалуы мүмкін. Сонда ай сайынғы төлем 99 мың теңге шығады. Если сіздің зарплатаңыз Forte банкта емес болатын болса, онда ай сайынғы төлеміңіз әрине көптеу шығатын болады. Ал енді өзімнің оқырмандарыма айтатын кеңесім, яғни лайфхак, егер сізде ресми табыс бар болатын болса, және де сіздің зарплатаңыз карточкаға түсіп тұратын болса, онда қай карточка, яғни қай банктың карточкасына түсіп отыр, сол банктен несие алатын болсаңыздар, сіздерге әрине жеңілдік берілетін болады. Мүмкін 2%-ға дейін төмендетеді, мүмкін 3%-ға дейін төмендетеді. Соның өзінде бұл жерде 2-3% үлкен рөл ойнайтын болады. Енді бұған заявка жіберу үшін сіздерде компьютердің қажет емес. Маған компьютердің экраны үлкен болғаннан кейін көрсетіп отырмын. Бұл жерге сізге заявка жіберу үшін қолыңызда телефон болса жеткілікті. Телефонға кіресте Forte банк деген приложение бар. Соны өздеріңізге скачать етіп аласыздар. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Мінекей, егер телефонмен заявка жіберетін болсаңыздар, онда Forte банктың приложениесі бар. Forte деген, соны өздеріңіз скачать етіп аласыздар. Менде дайын тұр. Соны басасыздар. Енді мына жерде шыққан кезде главная страницада сіздерде оформить кредит деп тұр. Соны басасыздар. Мінекей шықты. 5 жылға дейін 8 миллион теңгеге дейін беріледі. Цель, яғни мақсатын өзіңізге керектісін таңдайсыз, және мына жерде өзіңізге керек сумманы жазатын боласыздар. Сол сияқты бұл жерде рефинансирование жасауға болады. Бірден рефинансирование жасаған кезде сіздің кредитіңіз барлығы біріктіріліп, бір банкқа жіберілетін болады. Мына жерде толтырғаннан кейін получить одобрение дегенді басасыздар. Біз уже заявка жіберіп қойдық. Бір күнде бірнеше заявка жіберуге болмайды. Сондықтан қазір мен бұны баспай тұрмын. Енді
ары қарай сіздерде анкета бар, сол анкетаны толтырасыздар, туыстарыңыздың, достарыңыздың номерлерін жазатын боласыздар. Ары қарай сіздерге бірден сообщение келеді, одобрено немесе не одобрено деп. Сол кезде одобрить етсе, сумма әрине счетыңызға келіп түсетін болады. Тағы да қайталап айта кетейін, бұл несиені алу үшін міндетті түрде жақсы кредиттік тарих болу керек, міндетті түрде ресми табысыңыз болу керек. Және де ешқандай ломбардқа, МФО-ға қатысыңыз болмау керек. Историяңыз жақсы болса, әрине бұл несиені алуға мүмкіндіктеріңіз көп. Сондықтан осылай алуларыңыз келсе, ешкімнің көмегіне жүгінбей-ақ осылай заявка жіберіп онлайн алыңыздар. Ал егер сіздегі барлық талаптарыңызға, мен айтқан талаптарға сәйкес келсеңіз, және де сізге сонда да осы несиені бермейтін болса, онда бізде мамандар бар. Осындай кредит жөнінде консультация беретін. Сондай жағдайда хабарласыңыздар, біз сіздерге түсіндіре аламыз. Неге сізде кредит берілмейтін, яғни мүмкін сізде нагрузка бар шығар кредитная, мүмкін басқа да себептеріңіз бар шығар. Сондай жағдайда бізге жазуларыңызға болады. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, пайдалы болса достарыңызбен және туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақыттарда осындай пайдалы видеолардың көп болғанын қаласаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.